Баршаңызға сәлем. Сіздерге осындай үй жағдайындағы пряниктің рецебімен бөліскім келіп тұр. Өте дәмді және өте жұмсақ шығады. Дүкеннен сатып алмай, үйде оп-оңай аз уақытта дайындауға болады. Ол үшін ең алдымен барлық ингредиенттерін дайындап аламыз. Ең алдымен шұңғыл үлкендеу ыдысымызға ұнымызды, қантымызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстінен қайнап тұрған ыстық сүтімізді құятын боламыз. Одан кейін жақсылап тұрып бір келкі масса шыққанша тағы венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Мынандай түйіршіктер пайда болған кезде ешқандай қорықпай-ақ қойыңыздар. Ол жаймен деп араластырып бастағанда өзі жайылып бір келкі осындай әп-әдемі масса шығатын болады. Одан кейін екі ыдысымызды алып, екі жұмыртқаны ағы мен сарысын бөліп аламыз және сарысы бар ыдысқа тағы да үстінен екі жұмыртқаны толығымен жарып дайындап алатын боламыз. Жұмыртқамызды жаңағы сүт қосылған массаның үстіне салып, одан кейін оның үстіне ванильный сахар саламыз, сұйық май құямыз. Енді жақсылап миксердің көмегімен бір келкі масса шыққанша араластырамыз. Келесі кезекте жеке үлкендеу ыдысқа ұнымызды саламыз, үстінен қамыр қопсытқышымызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Енді ұнымызды жай-жайдан қасықтың көмегімен сұйық массаға аз-аздан салып, жақсылап тұрып қамыр илейтін боламыз. Рецептте берілген мөлшердегі барлық тағамдарды сол мөлшермен қоссаңыздар, жақсы пряник шығатын болады. Ұнды көбірек немесе азырақ қосуға болмайды. Егер көп қосып қойсаңыздар, онда жаңағы прянигіміз қатайып қалатын болады. Тегістеу жерге ұнымызды жайып, қамырымызды ыдысымыздан алып, жақсылап тұрып бір келкі болғанша әдемі қамыр илейміз. Дайын болған қамырды жарты сағатқа холодильникке қойып қоюға болады. Жарты сағаттан кейін тегістеу жерге ұнымызды сеуіп, қамырымызды жайып, 4 бөлікке бөліп аламыз. Және тағы да бір рет илеп аламыз. Қамырымызды тағы бір рет осылай жақсылап тұрып тегіс болғанша илеп аламыз. Одан кейін бетін целлофанмен жауып, үстінен орамалмен жауып, бір 10-15 минутқа қойып қоюға болады. Енді прянигімізді жасайтын боламыз. Ол үшін дайын қамырымызды алып, оқтаудың көмегімен қалыңдығы 1 сантиметр болғанша жақсылап тұрып жайып аламыз. Қамырды жайып жатқанда, қамырымыз кішкене жайылмай, қаттылау сияқты болып көрінгенмен, печеньеміз, прянигіміз пісіп шыққанда өте жұмсақ болып шығады. Осындай орташа дөңгелекте прянигімізді формасын келтіретін боламыз. Өзіңізге ұнаған әрбір форманы алуға болады. Менде мынау форма, осындай стакан формасын алдым, бірақ бұл нәтижесінде тым үлкен болып кетті. Себебі тоқпешке салған кезде
прянигіміз кәдімгідей 2 есе 3 есеге дейін көтерілетін болады. Сол себепті кішкентай да формочкамен жасауға болады. Міне соңында осындай әп-әдемі бүкіл жері қызарып піскен пряниктерімізді тоқпештен шығардық. Енді үстінегі глазурін жасайтын боламыз. Ол үшін қант ұнтағына жұмыртқаның ағын салып, және үстінен 1 шай қасық лимон шырынын құямыз да, миксердің көмегімен 3-4 минут жақсылап тұрып араластырып аламыз. Соңында бізде осындай міне жылтырақтау келген, яғни глянцевый болып келген осындай масса шығаратын боламыз. Енді қолымызға перчатка киіп аламыз міндетті түрде, және осындай әрбір пряникімізді алып қолымыздың көмегімен сыртына жағып шығамыз. Мен бір рет тәжірибе жасап көрдім. Ең бірінші пряникті алдында массаның ішіне сала салып, одан кейін барып алып шықтым. Ол кезде сыртындағы жаңағы массасы онда қалың болып кетеді екен. Сол себепті әрбір пряникті алып қолымыздың көмегімен осындай жұқа қылдырып сыртына жағып шығамыз. Және бір ыдысқа пергамент қағазын төсеп, барлық пряникімізді осылай дайын болғаннан кейін үстіне салып, кептіріп қоямыз. Мынау аз ғана мөлшердегісі сіздерге көрсетейін деп. Соңында осындай қатқан түрі, сіздерге ішін ашып көрсетем. Өте жұмсақ, іші прям пышный болғанымен кәдімгідей барлық жері піскен, және өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.